Ертеглер жинағы. Түлкі мен қоян ертегісі. Ертеде қалың орманда түлкі мен қоян болыпты. Қыс түскенде түлкі өзіне мұздан жарқыраған әдемі үй соғып алады, ал қоян болса қарапайым ағаштан жылы үй салады. Көктем шығып, күн жылынғанда түлкінің мұз үйі еріп, су болып ағып кетеді. Далада қалған түлкі қоянның үйіне барып, есігін соғады. Қоян, көршім, үйім еріп кетіп далада тондым, сенің үйіне кіріп жылынайыншы депті. Ақ көңіл қоян түлкіні үйіне кіргізеді. Түлкі қоянның кереуетіне жатып алып, қоян, сенің үйің маған ұнап тұр деп, кереуеттен тұрып қоянды өз үйінен қуа бастаған. Бұл үй енді менікі, кет далаға. Содан қоян далада қалды. Далада жылап отырса, аю келіп, қоян неге жылап отырсын депті. Қоян аюға түлкі өз үйінен қуып шыққанын айтады. Аю болса, қоянға көмектесем деп, барып үйдің есігін соғады, түлкіні қуып шығарайын деп. Ал түлкі, бұл менің үйім, ешкімді кіргізбейін деп айғалап, кереуеттен секіріп, үйді қозғап қорқытады. Аю бұндайды көріп, қорқып қашып кетіпті. Қоян тағы да жолға жығып жылап жүрсе, оған қасқы кездесіп, қоян, сен неге жылап жүрсің десе, қоян қасқыға да болған оқиғасын айтып береді. Қасқыр түлкіні үйден қуып шығарам деп, барып есікті соғады. Оны естіген түлкі қайтадан, үйге ешкімді кіргізбейін деп айғалап, секіріп, үйді қозғап қорқытады. Еш нәрседен қорықпайтын қасқыр, бұндайды көріп қорқып қашады. Қоян тағы жолда жылап жүрсе, оған өгіз кездесіп, қояннан неге жылап жүргенін сұрайды. Қоян өгізге түлкіін тартып алғанын айтыпты. Өгіз қоянға көмектесем деп, барып үйдің есігін соғады. Түлкі болса, қайтадан өз қылықтарын бастап, секіріп, үйді қозғап қорқытады. Өгіз бұндайды көріп қашып кетіпті. Қоян тағы жылап жүрсе, оған әтеш кездесіпті. Әтешке де қоян болған оқиғаларын айтып берген. Әтеш қоянға осы жерде тұра тұр деп, барып үйдің есігін қаққан. Түлкі болса, қайтадан шулап, секіріп, үйді қозғалта бастаған. Ал әтеш түлкінің қылықтарынан еш қорықпай, үйдің төбесіне мініп, түлкіні қуа бастапты. Түлкі төбедегі әтештің дүрсілдерін шошып, есіктен шығып қалың орманға қашып кетіпті. Содан бері қоян мен әтеш сол үйде бірге тұратын болған. Достар, лайк басып каналымызға тіркелейік. Ертеглер жинағы. Мақтақыз бен мысық ертегісі. Ертеде бір әдемі ауылда мақтақыз болыпты. Оның мысығы болыпты. Екеуі ажырамас дос болған. Бір күні мақтақыз үйді сыпырып жүріп құрт тауып алыпты. Құртты мысық досымен бөлісіп жейін деп мысықты шақырған. Тағы шақырады, мысығы келмепті. Сонда мақтақыз ашуланып, келмесең ғой,
Құртты өзім жейін деп жеп қойған екен. Мысығы келгенде мақта қыз ренжісін білдіріп құртты өзі жеп қойғанын айтқан. Сонда мысығы ашуланып, онда мен сенің сүтіңді төгем депті. Мақта қыз одан сайын ашуланып, мысыққа маған сүт әкелмесең сенімен дос болмайым деп мысықты қуып жіберіпті. Мысық үйден шығып, сүт іздеп сиырға барған. Сиырға барып сүт сұраса, сиыр, жапырақ әкелсең саған сүт берем депті. Жапырақ сұрауға ағашқа барыпты. Ағаш оған, маған су әкелсең жапақ берем депті. Су тасушыдан су сұрап барыпты. Су тасушы оған, менің отынымды бұтап беріп, дүкеннен құмыра әкелсең су берем деген. Отынды бұтап болып, дүкенге барып, дүкеншіден құмыра сұрапты. Дүкенші оған, маған жұмыртқа келсең құмыра берем депті. Содан мысық тауыққа барып жұмыртқа сұрапты. Сонда тауық, маған та әкелсең жұмыртқа берем деген екен. Мысықтары іздеп тышқанды тауып алып, тышқан сен маған тары берсем мен сені жемейін депті. Тышқаннан тары алып тауыққа беріпті. Тауықтан жұмыртқа алып дүкеншіге апарған. Дүкеншіден құмыра алып су тасушыдан су алған. Суды ағашқа құйып, ағаш оған жапақ беріпті. Жапырақты сиырға беріп, сиырдан сүт алыпты. Содан сүтін қолына ұстап мақта қызға сыққан. Мақта қызға сүтті беріп, екеуі қайтадан достасыпты. Ертегілер жинағы. Бауырсақ ертегісі. Ертеде бір ауылда шал мен кемпір болыпты. Бір күні шал кемпіріне, әй кемпір сен маған бауырсақ пісіріп берсейші депті. Сонда кемпір айтыпты, әй шалау бауырсақты немен пісірем? Үйде ұн аз ғой депті. Шал оған сол аз ұның бір бауырсаққа жетер депті. Сомен кемпір үйде бар ұның шығарып бауырсаққа қамыр илеу бастапты. Илеген сайын қамыры үлкейіп жатыр екен. Қамыры дайын болып бауырсақты пісіре бастаған. Піскен бауырсағы керемет болып үлкен күлше нандай болыпты. Ыстығы басылып суысын деп есік алдына шығарып қойған екен. Тұрып бауырсақ шал мен кемпірден қашып кетеді. Домалаймын, далаға енді жол алайын. Желдей ұшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп. Жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең тыныс. Домалаймын, далаға енді жол алайын. Желдей ұшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп. Жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең тыныс. Сөйтіп әндетіп келе жатса алдынан қоян шығады.
Бауырсақ, мен сені жеймін. Жоқ қоям, мені жемесің, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, дөңгелеп аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Мен бауырсақ, дөңгелеп аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Сөйтіп бауырсақ қояннан қашып кетеді. Домалаймын, далаға енді жол алайын, желдей ұшам зу етіп, жолымда күнді көрем жетіп, жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Домалаймын, далаға енді жол алайын, желдей ұшам зу етіп, жолымда күнді көрем жетіп, жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Жүгіріп домалап келе жатса, алдынан қасқыр шығыпты. Ей бауырсақ, тоқта, мен сені жеймін. Қасқыр, мен жемесім, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, дөңгелеп аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Мен бауырсақ, дөңгелеп аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Солай ән айтып, бауырсақ қасқырдан да қашып кетіпті. Домалаймын, далаға енді жол алайын, желдей ұшам зу етіп, жолымда күнді көрем жетіп, жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Домалаймын, далаға енді жол алайын, желдей ұшам зу етіп, жолымда күнді көрем жетіп, жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Бір кезде бауырсаққа аю кездесті. Бауырсақ бергіл, мен сені жеймін. Аю, мені жемесің, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, дөңгелеп аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Әнін айтып болып, бауырсақ аюдан да қашып кетеді. Домалаймын, далаға енді жол алайын, желдей ұшам зу етіп, жолымда күнді көрем жетіп, жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Солай әндетіп келе жатса, алдынан түлкі шығыпты. Бауырсақ, исің дәмді екен, келші мен сені жейін. Түлкі, мені жемесің, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, дөңгелеп аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Тамаша, керемет бауырсақ.
Осы өнерің үшін мен сені жеймеймін деп шештім, бірақ сен атаң мен әжеңе баратын бол, жарай ма? Біздің каналға тіркеліп, лайк басу ұмытпаңыздар. Ертегілер жинағы. Лекен аңғала чиықталды. Керемет. Тау шиықтар. Мизина, менде бір ой бар. Екеміз тұрып, Аяз атаға хат жазайық. Алақай. Көк аспанда жұлдыздар жарқырайды жымыңдап, Аяз ата асығар шақырғанға бұрылып. Аяз ата келеді, дауысы қатты күркіреп, қар қызы ерте бар балығы ғылбалғырып. Ақсақалы үлпілдек түсіп тұрған кемітек, сыйлық толы қоржыны қуантады барлығын. Аяз ата келеді, дауысы қатты күркіреп, қар қызы ерте барлығын ұрғырып. Қане билеп, ән салайық, жаңа жылды қарсы алайық. Достар, каналға тіркеліп лайк басайық.